Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Біздің бүгінгі кейіпкер дүниеге соқыр болып келген бала көріпкел Саша Сулин. Бастапқы кезде жұрт оны қарапайым бала деп ойлайды. Бірақ оның болжамдары дәл шыға бастаған кезде жұрт оған таң қалып, оған бала Ванга деген ат қояды. Себебі Саша Сулин кезінде әлемде қауіпті індет тарайтын, Ресейдің өзін бауырлас еліне соғыс ашатын дәл тапқан. Және оның ақырзаман туралы да айтқаны бар. Біз бүгінгі видеода осыған кеңінен тоқталамыз. Саша Сулин дүниеге 7 айлық болып келеді. Ол соқыр болып туғанда, анасы оны емдету үшін жан-жаққа жүгіреді. Сашаға 40-қа жуық операция жасалады. Бірақ бәрі сәтсіз шығады. Бала өмір бойына соқыр болып қалады. Бірақ Құдай оған ерекше қасиет береді. Саша Сулин тілі шыққаннан ақ отбасын түрлі бәле-жаладан сақтандырып келеді. Бір күні олар ауылға демалысқа барады. Сол кезде Саша әбден жылап, жанымда адам өліп жатыр деп қайталай береді. Ата-анасы оны еркелеп жылап жатыр деп ойлайды. Бірақ сол күні кешке олар дәл қастарында тұратын көршісі өлгенін естиді. Көршісінің жүрек талмасы ұстап қалған екен. Және ең қызығы, әлгі кісіні көмуге барған кезде Саша бірнеше есімді қайталай берген. Сол кезде қабір басына жиналғандар Сашаға қатты таң қалған. Себебі Саша айтқан есімдер, ажал құшқан адамның әйелі мен ата-анасының есімдері екен. Ал Саша бұл есімдерді көзге көрінбейтін адамдар айтты деді. Міне содан бері жұрттың бәрі Сашаның бойында тылсым қабілеті барын біледі. Бір күні Сашаны ата-анасы Қытайға апарып көзіне ота жасатпақ болады. Сол кезде Саша мен Қытайға барғым келмей. Ол жақта адам өте көп. Және олардың бәріне екпе егетін болады деп айтады. Ата-анасы оның не айтқанын онша түсіне алмайды. Бірақ арада бір ай өткен соң Қытайдан қауіпті індет шығып, ол бүкіл әлемге тарайды. 3 миллион адам өледі. Сол жылы әлемдегі бүкіл адам індетке қарсы екпе алады. Осылайша Саша жақындап келе жатқан қатерді көре алатын қасиетке ие екенін тағы бір рет көрсетеді. Адам жаны өлген соң жаңа туған сәбидің денесіне барып қонады. Сол себепті де балалар 4 жасқа дейін өздерінің өткен өмірлері жайлы біледі. Яғни Сашаның айтуынша, адам жаны өлген соң басқа адамға қонып жүре береді. Кейбір адамдар өткен өмірімде әнші болған секілдімін деп әзілдейді. Бірақ бұл әзілдің түбіне шындық бар секілді. Әрине Сашаның діні басқа болған соң, оның көзқарасы ислам дінімен сәйкес келмейді. Ислам дінінде адам жаны қайтыс болған соң, о дүниеде ақыр заманды күтіп тұрады. Қиямет күні күнәсі көп адамдар қыл көпірден өте алмай тозаққа, жақсылығы басым адамдар жұмаққа жіберіледі. Оның бәрін Алла шешеді. Және Саша бала 4 жасқа дейін өткен өмірін біледі дейді. Бірақ бала 4 жасқа дейін дұрыс сөйлей алмайды. Сол себепті де оның сөзін үлкендер бала тілі бал деп салмақты қабылдамай еркелетеді. Бала дұрыс сөйлей алмаған соң, өткен өмірінде кім болғанын үлкендерге айтып жеткізе алмайды. Және бала 4 жасқа дейін барлық ақпаратты миына тез сіңіріп алады. Яғни балалар кішкентай кезінде өте ерекше болады. Бірақ өсе келе баланың бойындағы осындай ерекше қабілеттер жоғалып кетеді. Себебі оны демеп қолдап тұратын періштелер одан алыстай бастайды. Бала кішкентай кезінде мейірімді болып, өскен соң қатыгез, жауыз болып кететіні содан. Барлық ауру жүйкеден, адам жүйкесін сақтау керек дейді Саша. Яғни адам өсе келе болатынға да, болмайтынға да тез ашулана беретін болса, ол жүрек қан тамырлары ауруына шалдығады. Сол себепті де қазір қан қысымы, жүрек талмасы секілді аурулар көбейіп тұр. Оның бәрі адамдардың жүйкесінің жұқалығынан болады. Ислам дінінде де адам баласы сабырлы болу керек дейді. Адам өзін ашуландыратын жаңалық естісе, қайта-қайта дәрет алу керектігін айтады. Яғни адам барынша сабыр сақтаса, көптеген ауру сырқау, бәле-жаладан өзін сақтайды. Бұл жерде Сашаның пікірі ислам дінімен сәйкес келіп тұр. Саша ақпаратты адамдарға көрінбейтін әлемнен алатынын айтты. Оның көзіне әлдебір тіршілік иелері көрініп, оған ақпарат жеткізеді екен. Бұл тіршілік иелері оған ақпаратты болашақтан жібереді. Ол Ресейдің өз бауырымен болып жатқан соғысы биыл қарашаның соңы мен желтоқсанның басында бітетінін айтты. Бұл күні көп нәрсе болады. Біріншіден, оларда алаңдаушылық болады. Олар бірін тыңдап жатыр. Оларда тыңшылар бар. Үлкен аппаратта өте үлкен қорқыныш болады. Аппаратта кінәрат шығып, бәрі ол жерді тастап кетеді. Сол жерде бірдеңе болады. Бірақ қарапайым адамдарға ештеңе болмайды.
Бұл тыңдап отырған адамдарға қатысты болады. Сол күні ай толады дейді Саша Сулин. Бұл жерде Саша көп нәрсені тұспалдап айтты. Олар бір-бірін тыңдап жатыр деп тыңшылардың іс-әрекетін айтып отыр. Қазір бүкіл әлемдегі қауіпсіздік комитеттері бір-бірін жасырын түрде тыңдап, не жоспарлап жатқандарын алдын ала біліп отыр. Үлкен аппарат деп Ресей президенті Путиннің ордасын айтып отыруы әбден мүмкін. Қарашаның соңында Путиннің ордасы өте қорқынышты жаңалық естиді. Сол кезде Путиннің жанындағы бүкіл адам қашып кетіп, Путин жалғыз қалуы мүмкін. Міне осы сәт соғыстың тоқтауына алып келеді. Яғни соғыстың тағдыры жоғары жақтан шешіледі. Ал қарапайым адамдар күндегідей өмір сүре береді. Бірақ сол күні нақты қандай жағдай болатынын, не үшін басшылар жан-жаққа қашып кететіні әзірге белгісіз. Нәтижесінде соғыс тоқтаған соң, әлемде қайтадан бейбітшілік орнап, үлкен елдердің қасындағы әлсіз мемлекеттерге тиісуі уақытша тоқтайды. Адамдар осы сәтті пайдаланып, өздерін дамыту керек. Әсіресе Қазақстан елі осы уақытта өздерінің қазба байлықтарын қайтадан реттеп, етек-жеңін жинап алып, ақшаны ғылым-білімге бөлу керек. Жемқорлардан құтылу керек. Сол кезде ғана дамитын болады. Осы жылы қыркүйек айының соңында жер бетінде қорқынышты жағдай орын алады. Бұл жағдай 5-6 күнге созылады. Адамдар қатты қорқып жүреді. Бірақ шындығында адамдарға ештеңе болмайды дейді Саша, яғни бүкіл планетаны шошытатын не нәрсе екенін де айтпады. Бірақ жұрт қыркүйек айының соңында климаттық өзгеріс болуы мүмкін екенін, яғни бір апта бойы тоқтамай жаңбыр немесе қар жауатынын, немесе жер сілкініп тұратынын болжап жатыр. Шынымен де қазір бүкіл әлемде түсініксіз нәрселер болып жатыр. Биыл мүлдем жауын-шашын жаумайтын араб елдерінде қар жауып, мұсылмандарды шошытты. Себебі ислам дінінде Меккеге жауын-шашын түсіп, айналаға шөп шығып көгере бастаса, бұл ақыр заманның белгісі деп айтылған. Тіпті қазір Мұхаммед саллаллаху алейкум уәссалам пайғамбар айтқан кіші ақыр заман белгілері басталып та кетті. Бұрын жаңбыр дегенді тек кинодан көретін араб елдеріне қазір жаңбыр таңсық болмай қалды. Жақында ғана Дубайда қатты нөсер болып, қаланың кей жерлерін су алып кеткен еді. Және де Қазақстанда да, Қызылорда жақта мүлде жаңбыр жаумайтын еді. Шілденің ортасына дейін күн сайын тоқтамай нөсер жаңбыр жауып, халықты бір жағы қуантып, бір жағы қорқытып қойды. Себебі көктемде су тасқыны болып, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Петропавл жақтарда ауылдарды су алып кеткен еді. Қазақ билігі бастапқы кезде су тасқынына қарсы ештеңе істей алмай абдырап қалған болатын. Міне қазір жер бетінде осындай қорқынышты жайттар орын алып жатыр. Саша қазір Ресейде тұрады. Бірақ оның нақты қай жерде тұратынын жасырып отыр. Себебі онымен сөйлесіп, болашағын болжатқысы келетін адамдар өте көп. Мысалы кезінде Қызылордадан Ербосын емші шыққан кезде мыңдаған адам Ербосынды іздеп барып, үйінің алдында жатқан еді. Саша ондай көп адамды ұнатпайды екен. Және ол емші емес. Және ол ешкімнің болашағын болжағысы келмейтінін де мәлімдеді. Яғни адамдар көріпкелге өз болашағын болжатпай, Құдайдың берген өмірін сүру керек. Саша Ресейде 2029 жылға дейін көптеген дау жанжалдар болатынын, бәрі 2030 жылға қарай тыншитынын айтты. Бәлкім сол кезде Ресейде президент ауысып, көршілермен бейбіт тұру мүмкін. Себебі Путиннің кезінде көптеген мемлекеттер Ресейден соғыс ашама деп қауіптеніп отыр. Себебі Путин бұрынғы Совет одағын қайтару керек деген пікірде. Және де Еуропа елдерінде алдағы уақытта үлкен қиындықтар болады дейді Саша, бірақ бұл ешқандай соғыс емес. Бірақ соғыс болмаса да, Еуропа халқын алаңдататын жағымсыз жайт болады дейді. Қазір Еуропада босқындар қатты көбейіп кетті. Мысалы Франция еліне көрші Африка елінен келіп өмір сүретіндер қатты көбейді. Қазір Францияда таза француз табу қиындап кетті. Еуропа елі осындай шетелден келіп сіңісіп кететін азаматтардан қорқады. Және ең бастысы, ақыр заман туралы болжамды да айтты. Бірақ бізге қазір қорқудың еш қажеті жоқ. Себебі ақыр заман 200 мың жылдан кейін бірақ болады екен. Сол кезде жер планетасы өз тіршілігін тоқтатады. Ал 200 мың жылда кім бар, кім жоқ. Сонымен қатар Саша қатерлі ісіктің де емі табылатынын айтты. Оның емі әлдеқандай бір сілекейден болады дейді. Ол сілекей қатерлік ісіктің жасушаларын жоқ қылып жібереді екен. Өкінішке қарай әзірге бұл аты жаман аурудың емі табылмай тұр.
Сөз соңында Саша адамдар өз өмірімен сүру керектігін, яғни ешкімнің ала жібін аттамай адал өмір сүру қажеттігін айтады. Адал адамдардың бойындағы энергетикасы жасыл түсті болып, бәле-жаладан аулақ болады екен. Бойында энергетикасы тасып тұрған адамға табиғат атаның берер сыйы да мол болма. Ол зор денсаулық. Сондықтан да адамдар бір-бірін жамандап, аяқтан шалып, ұрып соғу секілді жаман әдеттерден сақ болу керек. Себебі жамандық адамның өзіне айналып келеді екен. Қазір әлемде болып жатқан қиындықтардың бәрі адамдардың қара ниетінен болып отыр.